Қан жүйесі, қан дегеніміз не және анемия туралы жалпы ақпарат алатын боламыз. Арнаға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыз. Қан ағзаның сұйық байланыстыны арқылы қалыптасқан ішкі ортасы болып табылады. Плазма мен жасушалардан тұрады. Эритроцит, лейкоцит, тромбоцит деген сияқты. Ол жүрек соғу әсерімен тамырлар жүйесі бойынша айналады және дененің өзге тіндерімен ұйқаспайды. Орташа есеппен адамның жалпы салмағына шаққанда қанның жалпы үлесі 6,5-7% құрайды. Қан плазмасы дегеніміз не? Құрамында су және басқа да заттары бар. Ақуыздар және де өзге де қоспалар бар қанның сұйық бөлімі болып табылады. Альбуминдер, глобулиндер, фибриноген плазманың негізгі ақуыздары болып табылады. Плазманың 85% суды құрайды. Органикалық емес заттары шамамен катиондар, яғни натрий, калий, магний, кальций. Ал аниондар хлор, фосфор, тағы басқасы. Қан құрамында органикалық заттар шамамен 9%. Құрамында азоты бар, яғни оған ақуыздар, амин қышқылдар, креатинин, аммиак деген сияқты бар. Сонымен қатар азоты жоқ, яғни глюкоза, майлы қышқылдар, пируват, лактат, тер, осылардың холестерин, осылардың бәрі жалпы қан плазмасы катиондар, аниондар, органикалық емес заттар, органикалық заттар және азоты бар, азоты жоқ заттардан тұрады. Сонымен бірге қан плазмасында газдар бар, яғни оттегі және көмір қышқылды газы. Енді эритроцит, тромбоцит және лейкоцитке тоқталатын болсақ, эритроцит қанның қызыл түйіршігі болып табылады. Формалық элементтердің ең көп таралған түрі, яғни жетілген эритроциттерде ядросы жоқ, олардың формасы екі жақты бүгілген диск тәрізді болады. Оның тіршілік ұзақтығы 120 күн. Бұдан кейін олар бауыр және көк бауырда бұзылады. Эритроциттерде құрамында темір бар, яғни ол бізде гемоглобин деп аталады. Эритроцит функциясы газды оттегін тасымалдауда қамтамасыз ету болып табылады. Тромбоцит қан пластиналар болып табылады. Жасушалық мембранамен шектелген сүйек көмегіндегі ірі жасушалар. Тромбоцит қанның ұюына және оның қамтамасыз етілуіне жауап беруші зат болып табылады. Ал лейкоцит ақ түсті қан жасушалары, яғни ағзадағы иммундық жүйесінің бір бөлігі болып табылады. Олар қан жүйесінен тыс тіндерге шығуы мүмкін. Лейкоциттердің басты функциясы бөтен денелерден, қоспалардан ағзаны сақтау, яғни иммунитет құрау болып табылады. Олар вирустар мен түрлі зиянды заттардан организмді қорғайды. Қан патологиясына анемия және лейкоз сияқты аурулар жатады. Яғни анемия гемоглобиннің төмендеуі, эритроциттің аз болуы, сандық өзгеріске ұшырауы. Лейкоз бұл аққан ауруы, яғни жасушалық эритроцит керісінше көп, бірақ сапалық өзгеріске ұшыраған болып табылады. Жалпы анемия оттегі жетіспейді, яғни гемоглобин төмен болғандықтан адам организмде зат алмасу процесі, тотығу тотығыстану процесі бұзылады. Арнаға тіркелуді ұмытпаңыз.